Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Серпінді, серпін, кеш, керек болған жағдайда, тыныс белгілері, жар, өрей, лайық. Сөздердің тізімін орыс тіліне оқимын. Тыңдаңыздар. Мощный, ритм, поздно, на всякий случай, знаки препинания, муж, жена, вторая половинка, тревога, паника, соответствующий. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Сауаттылық саясы, емтиханның реинкарнациясы. Ересектер арасындағы сауаттылық саясы жарияланды. Қатысушыларға 3 түрлі тапсырма беріледі. Диктант, грамматикалық тапсырмалар және шығарма. Әр түріне бөлек баға қойылады және жалпы баға беріледі. Жүлделер әр бағаның түріне лайық және жалпы баға бойынша беріледі. Қатысушыларға да ережелер белгіленді. Диктант белгілі бір жылдамдықпен оқылатын болады. Ол орташа серпінмен оқылатын болады. Сондықтан қатысушыларға тыныс белгілеріне назар аударып, оларды қою керек болады. Грамматикалық тапсырмаларды орындау барысында қатысушыларға жауабын білмеген кезде жарға не досына тек бір рет ғана телефон соғуға болады. Сайыс 3 сағатқа созылады. Керек жағдай болғанда әжетханаға баруға болады. Орындалған тапсырмаларды 3 сағаттан кейін өткізу тиіс. Кеш тапсырылған жұмыстар қабылданбайды. Ережелерді оқып, өрейлене бастадым. Жоқ, мен бұл сайысқа емтиханға ұқсайтынның кесірінен бармаймын. Мектеп және жоғары білім алатын кезімде емтихандарды жеткілікті тапсырдым. Олар маған серпінді әсер етсе де, олардан шаршап кеттім. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын жасауды тырысайық. Мәтінді орыс тіліне оқимын, сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Конкурс грамотности. Реинкарнация экзамена. Был объявлен конкурс грамотности среди взрослых. Участникам дается 3 вида заданий. Диктант, грамматические задания и сочинения. По каждому виду выставляется отдельный балл и выводится общая оценка. Призы вручаются соответственно каждому виду оценки и по общему баллу. Для участников также установлены правила. Диктант будет читаться с определенной скоростью. Чтение проводится в среднем темпе. Поэтому участники должны обращать внимание на знаки препинания и расставлять их. При выполнении грамматических заданий участникам разрешается 1 раз позвонить жене или другу, в том случае, если он или она не знают ответа. Конкурс продлится 3 часа. В случае необходимости разрешается сходить в туалет. Выполненные задания нужно сдать через 3 часа. Работы, сданные поздно, не принимаются. Прочитав правила, я начал волноваться. Нет, я не пойду на этот конкурс, потому что он похож на экзамен. В школе и когда я получал высшее образование,
Я сдал достаточно экзаменов. Хоть они и давали мне импульс, я устал от них.